Армысыздар достар, брендтер тарихының бүгінгі саны Boutia Capital туралы болмақ. Boutia Қазақстан тәуелсіздік алған жылдар ашылған ең алғашқы холдингтердің бірі. 8 баланың ортасында өскен Болат Әбілов бизнес жолын бастаудан бұрын бірнеше жыл бойы шахтада қызмет істеді. Өз қаласындағы белгілі партияға мүше болып, саяси белсенділер қатарында болды. Қызметте де көтерілді. 91 жылы Boutia фирмасын ашады да бас директор қызметіне кіріседі. Болат Әбіловтің аты тек бизнесмендікпен ғана шектелмей, меценат және оппозиционер ретінде халық алдында танылды. Сонымен қатар оның есімі қаржы махинациясымен $3,5 миллион көлемінде салық төлемеді деген айыппен де аталды. Компания құрылған сәттен бастап халық арасында үлкен танымалдылыққа қол жеткізді. Компания алғашқы ресми келісім шарты 93 жылдың желтоқсанында Toyota Tsusha Corporation сауда үйімен жасайды. 94 жылы ресми келісім шарттан кейін араға бірнеше ай салып, Boutia компаниясы арқылы Қазақстан жерінде тұңғыш рет Toyota автокөліктері сатыла бастады. 95 жылы Boutia Capital инвестициялық жекешелендіру қоры Ақтөбе мұнай-газ акционерлік қоғамының салымшыларының әрқайсысы 20 теңге тұратын 360 мың акцияны сатып алды. Бағалы қағаздар эмиссиясының кезекті тіркеуінде бір акцияның құны 1,5 теңгеге дейін қымбаттап, 95 жылдың 30 қыркүйегінде компаниядағы қор акциясы 540 миллион теңгеге дейін жетеді. 97 жылдың қазанында Boutia көлік орталығы құрылғаннан кейін компанияның негізін қалаушы Болат Әбілов саясатқа араласа бастайды. Бұл істің ақыры 2001 жылы Болат Әбіловтің бүкіл байлығын тастап парламент мәжілісіне депутат болуымен аяқталды. Ол 21 ғасырдың алғашқы 10 жылдығында әртүрлі оппозициялық топтарға қаржылай қолдау көрсетті. Оның ішінде 2005 жылы президенттік сайлауға түскен Жармахан Тұяқбаев та болды. Бірақ араға біраз уақыт салғаннан кейін Болат Әбілов президенттік сайлауда Тұяқбаевты қолдаған үшін өкінетінін мойындады. 2005 жылы Boutia Capital қорының есепшоты тоқтатылған кезде 25 мыңнан астам адам 27 миллион теңге көлеміндегі дивидендтерін ала алмай қалды. Себебі кейбіреуі аты-жөнін қате жазса, енді кейбіреуі мекен жайын дұрыс көрсетпеген екен. Ал қалған 457 мың акционері өз дивидендтерін алып үлгерді. Жалпы Boutiaның құрамында 19 компания жұмыс істеді. Олардың қатарында шетелде және Қазақстанда жұмыс істеген ірі кәсіпорындар да бар еді. Ең қызығы, Boutia Ресейдегі ең танымал Поле чудес бағдарламасын қаржыландырған алғашқы ресейлік емес компания. Сондай-ақ Boutiаның логотипі ғарыш зымыранда да бейнеленді.